Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 116 сабағы. Сын есім тақырыбы. 51 жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Асау өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатыр жарқырап, алды дала бір түлеп. Өлеңнің авторы Қасым Аманжолов. Балалар, осы өлеңді әдемілеп дәптерлеріне көшіріп жазып алыңдар. Енді төмендегі тапсырманы бірге орындаймыз. Сын есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын тап. Балалар, біз білеміз, сын есім бізде қандай деген сұраққа жауап беретін. Асау өзені қандай өзен? Асау өзен, демек бұл жерде асау сөзі сын есім болып табылып тұр. Асқар таудан дүркіреп, қандай таудан? Асқар таудан, демек бұл жерде асқар сөзі сын есімге жатады. Асау өзен, асқар таудан деп бұл жерде балалар екі сын есімде зат есіммен байланысып тұр. Келесі 52 жаттығу. Суреттерге қарап, онда нелер бейнеленгенін айт. Балалар, суретте бізде алмұрт, құлпынай, лимон, сәбіз және шиенің суреттері бейнеленген. Енді балалар, төмендегі тапсырманы бірге орындаймыз. Суреттегі заттардың белгілерін ата. Көлемін, түсін, пішінін, дәмін. Өзің қалаған бір сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жаз. Сын есімнің астын сыз. Ал енді балалар, берілген жемістер мен көкөністерді сипаттап көрейік. Алмұрт, көлемі кішкентай, түсі жасыл, сарғыш жасыл, пішіні сопақша, дәмі тәтті. Құлпынай, көлемі кішкентай, түсі қызыл, дәмі тәтті. Лимон, көлемі орташа, түсі сары, пішіні сопақша, дәмі қышқыл. Сәбіз, көлемі ұзынша, түсі сары, қызғылт сары, пішіні сопақша, дәмі тәтті. Шие, көлемі кішкентай, түсі қызыл, пішіні домалақ, дәмі тәтті. Балалар, төмендегі берілген тапсырма бойынша өзің қалаған бір сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жаз. Сын есімнің астын сыз дейді. Бұл жерде мен лимонды алдым және оған сипаттау мәтінін құрастырып жаздым. Лимон сары түсті, қышқыл дәмді тропикалық жеміс. Ол дөңгелек немесе сәл сопақша пішінді болады. Қабығы қалың, хош иісті және оның беті аздап бұдырлы. Іші шырынды, бірнеше бөліктен тұрады. Дәмі өте қышқыл. Лимон құрамында С дәрумені мол, сондықтан ол суық тиюге қарсы жақсы көмекші. Лимонды шайға, салаттарға, тәттілерге және түрлі тағамдарға дәм беру үшін жиі қолданады. Бұл жерде балалар сын есімдер сары, қышқыл, дөңгелек, сопақша, қалың, хош, бұдырлы, шырынды. Яғни бұл жерде мен қара түсті жазумен жазылғандар, яғни сын есімдердің астын сызып қойыңдар. Яғни сары, қышқыл, дөңгелек, сопақша, қалың, хош, бұдырлы, шырынды сөздердің астарын сызып қоясыңдар. Келесі балалар бізде 53 жаттығу. Сын есімдер қатарын тап. Бірінші күрек, шеге, жасыл, келу. Екінші піл, мөлдір, тұнық, маймыл. Үшінші терең, жарық, қызыл, қою. Төртінші балапан, таңқурай, үлкен, жүз. Балалар, біз білеміз, сын есімдер бізде қандай деген сұраққа жауап береді. Демек, осы сұрақтарға жауап беретін бізде сол сөздерді іздейді екенбіз. Бізде болған үшінші санындағы сөздер дұрыс кеп тұрған сияқты. Қараңдаршы балалар. Қандай терең, қандай жарық, қандай қызыл, қандай қою. Демек, бізде үшінші нөмірлі сөздер, яғни терең, жарық, қызыл, қою сөздері сын есімдер қатарына жатады екен. Келесі балалар 54 жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп, көшіріп жаз. Үшкір тұмсық, сұр шымшық, сордан ұшты, құрт шымшып. Сын есімдерді тап. Балалар, төменге назар аударып қарасындар. Мен қатесін түзеп, әдемілеп көшіріп жаздым. Сендер де тура осылай әдемілеп дәптерлеріңе қатесіз
көшіріп жазып алыңдар. Үшкір тұмсық дейді. Қандай тұмсық? Яғни қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, үшкір тұмсық. Яғни үшкір сөзі бұл жерде сын есімге жатады. Сұр шымшық. Қандай шымшық? Сұр шымшық. Яғни сұр сөзі бұл жерде сын есімге жатады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.